Неліктен мысықтар шөп жейді? Мысықтар неге жасыл шөпке тартылатыны туралы бірнеше теориялар бар. Олар денені қоректік заттармен толтырады. Шөп кез келген басқа жасыл сияқты қоректік заттарды қамтиды, ең алдымен фолий қышқылы. Бұл витамин ана сүтінде көптеп кездеседі және жаңа жасушалардың түзілуіне және денсаулығын сақтауға қатысады, қатерлі ісік пен анемияның алдын алады. Адамда, жануарда фолий қышқылын өндіруге қабілетті емес, біз оны сырттан тамақпен аламыз. Емшек сүтімен емізу аяқталғаннан кейін мысықтар үшін 9 витаминнің көзі теңдестірілген жем немесе жаңа піскен жасыл болып табылады. Олар ас қорытуды жақсартады. Шөпті жеу мысықтың ас қорыту жүйесіне екі жолмен көмектеседі: құсу немесе дефекацияны тездету арқылы. Өйткені жануарларда шикі талшықты дұрыс ыдырату үшін қажетті ферменттер жетіспейді, сондықтан ол асқазан мен ішектің қалған мазмұнын алып, қорытылмаған дерлік шығарылады. Бұл асқазан-ішек жолдарының жұмысын жақсартуға арналған тағамдық қоспалардың бір түрі — асқазан-ішек жолдары. Оларға тек дәмі ұнайды. Ғылыми себептерден басқа, мысықтың шөпке деген сүйіспеншілігін қарапайым нәрселермен түсіндіруге болады. Ол дәмі мен құрылымын ұнатады. Бұл әсіресе көшеге шыға алмайтын мысықтарға қатысты. Үй жануарыңызға шөптің бір шоғырын беріңіз, сонда сіз оны осы күтпеген тағамдардан тартып ала алмайсыз. Шөп жеудің қауіптілігі қандай? Жалпы ештеңе шөп таза, паразиттермен және жұқпалы аурулардың қоздырғыштарымен ауырмаған, сондай-ақ химиялық препараттармен өңделмеген жағдайда. Егер сіз барлық осы талаптардың сақталуына кепілдік бере алсаңыз, мысық денеге қауіп төндірмей, шөпті еркін жей алады. Әйтпесе, артықшылықтардың орнына проблемаларды сатып алуға болады. Ықтимал зақымдануды қалай азайтуға болады? Мысықтың шөптерін тек өңделмеген, жабайы жерлерден беріңіз. Жануар шөптен емес, оған шөпке түсетін пестицидтермен, гербицидтермен және басқа химиялық заттармен жоспарлы өңдеу кезінде улануы мүмкін, сондықтан реттелген қалалық жерлерде гүлзарлар тамаққа мүлдем жарамайды. Өзіңіз мысық үшін дәріхана бақшасын жасаңыз. Бүкіл өмірін үйде өткізетін мысықтар да шөпке мұқтаж, бірақ оған қол жеткізе алмайды. Үйде ас қорыту жүйесінің жұмысын қолдайтын және қоректік заттардың қосымша көзі ретінде қызмет ететін пайдалы өсімдіктерді өсіріңіз. Мысықтың реакциясын бақылаңыз. Егер мысық шөп жегеннен кейін құсу немесе диарея болса, бұл өсімдіктің жеке төзімсіздігінің немесе улы заттармен уланудың белгісі болуы мүмкін. Егер сіздің мысық химиялық өңделген шөпті жеген болуы мүмкін деп күдіктенсеңіз, мысықты дереу ветеринарға көрсетіңіз. Мысықтар үшін өсімдіктердің қандай түрлері қауіпсіз? Міне, кастрюльге немесе бақшаға отырғызуға және қажет болған жағдайда мысықтың диетасына қосуға болатын кейбір өсімдіктер. Мысық жалбыз, мелисса, лемонграсс, мия тамыры, валериан, жоңышқа, ақжелкен, диван шөптері, өскен сұлы немесе арпа.